Күн яхшы болсын, аяулы ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақта Едіге ауылының егітті, Едіге ауылында туып өскен, онда көплеген жыллар, 40 жылдан артық мектепте құлық етіп келе жатырған шайыр, оқытушы, менің класс жетекшім Әлібек Үзбек ұлы Капланов. Тезде міне шосы уыт айдың 22-сінде ол өзінің 70 сыйлық мерекесін белгілейді. Шүкір әлхамдулилля, сондай күніне еткеніне мен бек сүйінемін. Сондай әдем мем класс жетекшім болғанына, не десе мен жолдасларым, біз классымызбан оннан көп білім алғамыз. Біріншілей едаплыққа ол біз үйреткен ең басты егізат берген заты оның әдемді әдем етіп тербиялау деген. Ең бірінші оның тербиясының мәнесі сол еді. Мен әлі көз алдыма келеді, сол өтіп кеткен жыллар классым есіме түседі. Әлібзекші, мен ойлаймын, сіз өзіңіз айтарсыз, сол затлардың ақында мен сізді бүгін қош көріп аламын, сізді сыйлап, өрметлеп, сөз бермей сүйемін, келе жатырған мерекеңізбен де құтылап. Көп сау бол. Не деп айтайын, менің былай көп адамдарды мен танимын, көп адамдар мені де таниды. Менің енді яшау жолым бәріне де белгілі. Дағыстанда оқытушы институтын біткеннен соң оқытушылық кесіпсімен қаршекпе түсті. Мақшалада оқуды біткеннен соң мен енді шет елдер тілімен байланысты кеспіді сайлаған едім. Соны оқуды біткеннен соң, о zaman солай әдет еді, оқуды біткеннен соң студентлерді қайсы бір ауылларға, оқытушы етпейтін ауылларға жібере таниды, оңлай танидылар. Аз дегенде 2 yıl, 3 yıl сол жерге еді, ішлемeye керек еді. Мені бақты, Құмлауылға келді. Құмлауылда мен 2 yıl ішледім. 2 yıl сол школада, о заманда оларда мені алды кірен английша тілді оқытатам болыптылар. Менен алдыңғы оқытушылар сондан себеп. Онда Құмлауыл мектебінде английша тілді үйреттім 2 yıl ұзағында. Ауылдың ақына не деп айтайым, о заманда ауылды бек әру ауыл еді, бек тыпақ ауыл еді. Бүгінгі деймен есімде тұрады, сол ауылдың халқы, сол ауылдың халқының тыпақлығы, әлемшілігі, юмартлығы. Солардың арасында оқытушы жолдастарым арасында ішлемеген етпеге бек көңілімде бар еді, бек юмартлық шарт та бар еді сонда. Әркімде о жақта өзінің туған ауылын сағынар, туған ауылына қайтпа сүйеді. 2 yılдан соң мен өзімнің туған ауылыма, о заманда Яңа ауыл деп айтылатын, әлі Едіге ауыл, сонда қайттым. Сонынан ендігі қарсылыққа шықса деймін мен. 40 yıl ұзағында немісше тілді оқыттым балаларға. Немісше тілді оқытсам себебі сол, о заманда біздің балалар Тереклі мектепке келетін еді. Мұнда интернатта тұрып оқитын еді. Мұнда мектепте о заманда немісше тіл еді. Соның себеп ауылда английша тілді қойып, біз немісше тілді аштық. Сол 40 yıl ұзағында сол немісше тілді бердім. Мен қарсылыққа шықса деймін, школалар, көп жерлерде школалар, мектеплер английша тілге көшіп бастадылар. Ызғы бір 8-10 yılların ұзағы болса да ерейді, немісше тілді бері жатырып, қайбір классларға английша тілден де оқытпаға түсті. Өзімнің енді ішлеген жылларымда менің қолымнан кеткен қилы балалар бар, солардың класс жетекшісі болып ішлемеуді түсті. Әлбетте енді бәріне де белгілі, оқытушы болық бұлай еңілден туыл. Әлі мен де өзімді сүйінемін, қуанамын. Сол балалар бүгін өсіп, асыланып, үйлі ешіклі болып, әлі өздері бұлай қарағанда түрлі кесіпін иесі болып тұрлар. Еліне, ауылына қолынан келген пайдасын келтіреділер.
балаларына сылайдылар, соларды игі жолға оңлап, оқымаға, кесіп алмаға үйретілер. Ол менің ойымша да, басқалардың ойымша да, былай қарағанда әрі іс, игі іс, ауылдың атына дару, еліміздің де атына бек келісі істі ойлаймын, білемін. Екіншілі, енді ішлей атырып, мен яслайында кішке ятлаулар yazу менен біраз қызықсына таным. Мен оқытқан елларда, баслаңғыш мектепте оқыған елларда бізді ноғай тілінен Мәулидин Койлағаев оқытқан. Бірінші оқытушым, олардың ақында менен өзімнің бірінші кітабымда да айтамын, хабарлаймын. Бірінші оқытушымыз Қасипбике Акимовна еді, Оразбаева. Қасипбике Акимовна Оразбаева, ол біздің бірінші оқытушымыз еді. 6 классқа барғанда ол алды бізді. Орысшадан келе таны бізге баслаңғыш мектепте Клавдия Ивановна деп орыс тілден. Бүгінгі дейін мен есімде, сол оқытушының да, басқа оқытушылардың да келпеті бек балаларға янып әлемлер еді. Білім балаларға аз болсын, көп болсын, білім бермей бек шалсатан оқытушылар еді. Міне солардың көрімі, солардың өрметі, бұлай қарағанда біздің де шарқымызда, біздің де тербиямызға біраз егітілген болса керек та, өзіміз де амал болса, сондай адамдар бізге көрім болып қалды. Сауыңыз, міне сорайма сүйгені, міне әлі тыншаю күндеріңізде, міне сіздің кітабыңыздан басқа болып келекті қайден мұратыңыз бар? Не зат язба ойланасыз? Әлді заман бар, көп заман сізді язбаға, ойламаға, ауылдың тарихын язаяқ ойыңыз бар ма? Ауылдың, былай қарағанда, ауылдың 1987 жылда озан ауылда ем әзірлеуші Ногайский совхоз деп бар еді. Онда ішлеген ауылдың келелері, яслары. Сол 87 жыл, бәріміз школа яқтанда, совхоздың яслары яқтанда бір тіл болып, 87 жыл ауылдың біз 40 жылығын белгіледік. Соның 40 жыл, ауылдың 40 жылығының ақында, ауылдың тарихы ақында хабар язбаға, қайда болса бір кішке іздестіру үйретпегі, яс үкінлермен хабарласу үйретпегі, сол істі маға тапшырдылар. Мен сол ауылымыздың ақында сол хабарды яс үкілерден сорап, ауылдың тарихын, қашан бірінші адамдар келген, неменен бірінші жылларда қарсы шеккен, қайда әлде яшағанлар. Соның ақында мен сол мақаламда yazғамын. Ол мақала мен бірінші кітабымда, Шоғытылының Баурайында деген кітабымда сол мақалам мен ерлестірілген. Әрі көп сауыңыз, мен сізге үстінліктер yorayım, әлі күш, мен ойлайым, әлі бейіл сіздің нестейді мерекелі еліңіз болған себеп сізбен жолығысылар да боларлар, кітапханаларда, мектеплерде. Міне бүгінлерде, міне сіздің әйеліңіздің ақта балаларыңыз, ұнықларыңыз ноғайша сөйлейділер ме? Бізде сол өткір мәселе. Қайтып үйретесіз, сол мәселеді қайтып шешесіз, қысқаша? Солай, ноғай тілі бәрімізге де белгілі өткір мәселе. Ол мәселеден мен бек сүйінемін. Міне өз бүгінгі ясларымыз, міне әлі қырда жүрген ясларымыз, аз болсын, көп болсын, түрлі кесіп алған ясларымыз да бек аңлайды. Мен солай бек қуанамын. Солардың ақында, міне шөл дауысында, біздің ноғай дауысында, солардың ақында да оқимын мен. Міне әлі көбісі қырда жүрелері, Москва бетті, Сургут бетті, сояқларда да сөйтіп ноғай тілінің кәріншіге тайын яслар бар, Аллаға шүкір. Мен соға бек сүйінемін. Сенемін, біздің ноғай тіліміз әлде яшарды ойлаймын, әлде өзінің қуатын әлде өстірер деп.
нешіндесе көбісі аңлайды. Ноғай тіл ол былай қарағанда түрк тілдің бір тармағы. Бұрыннан алып та ноғай тілі былай қарағанда көп, міне бүгінгі Россия еліміздің мына көп халқы сол тіл менен пайдаланған, сол тіл менен біздің ноғай халық менен әлдескен соға көрө ноғай тіліміздің тарих жағынан алып қарағанда, бүгінгі әлін алып қарағанда, бүгінгі мына талаплы әлемлеріміздің шығуы да сол шайыттыр деп ойлаймын. Сол тіліміз келекте де есте әлді Иншалла. күш алар, әлді қуат алар деп мен бек сенемін. Сау болыңыз. Көп сау болыңыз. Сондай мәнәлі өзіңіздің насихатыңызды айтқаныңызға, мен ойлаймын, бұл әрбір ноғайдың борышы, әрбір ясүйкөн адамның борышы деп, ата-анадың, оқытушылардың, тербиялаушылардың борышы деп. Сізді мен әлбізік класс сектекшім келе тұрған мерекеңізбен құтлаймын. Сізге берік ден саулықты үйрағым келеді. Саулығыңыз күшлі болып, қуатлы болып, әлде көп қызықлы кітаплар yazғанды үйраймын сізге. Дайымда біз сізбен өктемсейміз. Сіздің берген маслағатыңыз, тербияңызды біз ұмытқан жоқпыз. Бірге оқыған теңдеріміз дайымда иналсақ, сізді еске аламыз. Сау болыңыз. Сіз біздің есімізде оқытушы үлкен әріптен болып қалғансыз. Көп сау болың. Аяулы радио тыңлаушылар, бүгін бізде Ноғай студиясында қонақта болды Едіге ауылының оқытушысы, шайыры, ясүйкөні, yazушысы Әлібек Үзбекұлы Капланов. Сау болыңыз тыңлағаныңызға. Аман тұрыңыз, көріскенше күн яқшы.